мажал хайыршы емес тыйын сұрар, бір күні қужаныңды бұйымшылар. Қорқыттар өте алмаған бұл өлімнен, табылдың өтуде қиын шығар. Қорқыттар өте алмаған бұл өлімнен, табылдың өте алмауы қиын шығар. Біз түгіл кете алмаған алып абай, білмедік о дүниенің халы қалай. Табылдың бір кездегі әне екен деп, соңымнан сала жүрсін қалың алай. Табылдың бір кездегі әне екен деп, соңымнан сала жүрсін қалың алай. Жігіттер артық айтсам кінә тақпа, батайық күліп ойнап рахатқа. Өмірдің кәрді өтер, бәрі бекер, берілген тірлік бізге прокатқа. Өмірдің кәрді өтер, бәрі бекер, берілген тірлік бізге прокатқа. Табылды Досымов Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетін бітіргенімен өнерден алыс кетпей, қазақ мәдениетінің дамуына, қазақ дәстүріндегі сал-серілік өнерді жаңғыртып, оны бүгінгі заманға өзінше лайықтап, ерекше талантымен жалпақ жұртқа кеңінен насихаттай білді. Табылды сонау бір жылдары Казгудың журналистика бөлімінде бірге оқыған оралдық біраз азаматтарды өзіне дос, бауыр санап кетті. Көңілі алабұртып, кеудесін сағыныш сезімі кернеген сәтте ол «Қайдасың, Орал?» деп салып ұрып жетіп келетін. Әлде Алланың өзі оған өнерде де, өмірде де шын жанашыр осы азаматтар болып табылатындығын сездірді екен. Тіптен кіндігінен тараған туған балаларының да өзінен ерте қаларын білгендей, сол достарының қасында болғандығын қалап, олардың бірін әке, екіншісін көке дейді. Табылды ағамыздың Оралда тілеулес достары көп болыпты. Аппақ арманның жетегімен бірі Атыраудан, екіншісі Оралдан Ару Алматыға оқу іздеп барғандарында тағдыр оларды ерекше сыйластықпен өмір сүруге жетелеген. Біз білетін Табыл ағамыз Оралға келген сайын жақын жандарын жинап алып,